Ассалаумағалейкум достар, мен сіздерге бүгін 19 жасар бала мен 35 жастағы әйелдің басынан өткен қызықты оқиғасын айтып беретін боламын. Видео басылмастан бұрын арнаға жазылып, лайк басып тіркеліп отырыңыздар. Олайынша біз видеомызды бастаймыз. Раука есімді 19 жасар жігіт, яғни сайттан өзіне қыздар іздей бастайды, яғни танысу үшін, сөйлесу үшін қыздар іздеп сайтқа кіреді. Сөйтіп өзінің анкетасын толтырып, жылтыратып, әдемі суреттерін қойып, өзінің жасын, жылын барлығын жазып, сөйтіп сайттан қыздар іздей бастайды. Ана қызбен бір сөйлеседі, мына қызбен бір сөйлеседі. Солай интернеттен қыздармен общение жасап жүреді енді. Сосын бір күні Раукаға сайттан жасы 30-35 шамасындағы бір Самал есімді әйел жазады енді Раукаға. Сәлем, қалайсың, танысайық, жақын араласып отырайық деп Раукаға жазады енді. Сонда Раука деген таң қалып қалады. Мәссаған, маған жасы үлкен адам жазып жатыр. Мен не істесем екен, ары қарай сөйлессем бе екен, сөйлеспесем бе екен деп біраз ойланып қалады енді. Қойшы сөйлесе салайын. Жай әшейін интернеттің ар жағындамыз ғой деп. Сөйтіп Рауканы жаңағы Самалдың сообщениесіне жауап береді. Сөйтіп ары қарай танысып кетеді, ру сұрасып танысып, қай жерде тұрасың, қай жерде оқисың, өзінің отбасылық жағдайларын барлығын айтып кетеді. Сөйтсе жаңағы Самал деген әйел күйеуімен ажырасқан болады, яғни күйеуімен ажырасып бір баласы болатын. Ал Раука болса жасы 19-да небәрі, өзі студент. Ешқандай қызбен аса қатты жүріп көрмеген Раука енді. Сөйтіп екеуі Самал мен Раука енді интернет арқылы сол бір 6 айдай сөйлеседі енді. Ары бері сөйлесіп. Сосын айтады, Самал айтады, давай Раука кездесейік та деп. Кездесіп кәдімгідей шынайы өмірде сөйлесіп қарайық деп. Сосын Раука да тұрып, давай, сірә сені танимын ғой деп. Екеуі сөйтіп бір қаланың бір жерінде жолығып, кафеде яғни жолығып, Раука мен Самал бірге сөйлесіп отырады. Сөйтіп солайша бір күн жүреді, екінші күн жүреді, үшінші күн жүреді. Бір рет сөйтіп шынайы өмірде кездесіп жүретіндер Раука мен жаңағы Самал. Сөйтіп те жаңағы Самал интернетте жаңағы Раукамен сөйлесіп отырады. Түнде, обычно түнде сөйлесіп отырады енді. Түннің бір уақытында сөйтіп Самал жазады енді Раукаға. Раука, что там не істеп жатсың деп. Раука айтады, мен үйде жатырмын, сол ұйықтауым керек қазір деп жатады енді. Сөйтіп жатады енді Раука. Сосын Самал жаңағы Раукаға айтады былай. Раука, менің үйіме келіп кетсеңші, мен үйде жалғызбын, қорқып жатырмын что-то деп. Көшеде біреулер жүр деп кәдімгідей Самал Раукаға намектай бастайды. Рауканың ойында ешнәрсе жоқ. Сөйтіп Раука Самалдың үйіне барады енді. Сөйтіп Раука келген сәтте Самал оған шай қойып беріп, екеуі дастархан басына шай ішіп әңгімелесіп отырады енді. Шай ішіп болғаннан кейін Самал айтады енді, Раука, мен жалғыз жатуға қорқамын, бүгінше менің қасыма жата тұршы деп. Сөйтіп айтады. Рауканың ойында енді ешнәрсе жоқ. Самалдың бөлмесінде екеуі жатады енді. Екеуі ары жатады, бері жатады, ұйықтай алмайды яғни. Бір-біріне сөйлемей жатады кәдімгідей. Өтірік енді көзін жұмған секілді жатады. Сөйтіп Самал айтады, Раука, менімен осы менімен бірге боласың ба деп. Сөйтіп Самал Раукаға кәдімгідей айтады енді. Раука болса білмеймін енді, ұялып тұрмын дейді. Осын Самал тұрады, үстіндегі барлық киімін шешіп тастап, Рауканы шешіндіре бастайды, яғни кәдімгідей мүшесін аймалап кәдімгідей. Сол кезде қозып кетіп Раукада Самалмен бірге екі анарын жалап, кәдімгідей екеуі бір-бірін қоздырып, бір-бірінікін жалап, екеуі сол жерде рахаттанып, 4-5 сағат бойы рахаттанып, кәдімгідей періседі енді сол жерде, ары бері кроватта, жерде кәдімгідей екеуі кәдімгідей рахаттанып, ыңқылдаған дауыстар шығып, деп кәдімгідей ыңқылдаған дауыстар шығып, кәдімгідей 4-5 сағат бойы рахаттанып періседі енді. Сол түн енді бір жағынан Самал да жас баламен рахаттанып қалады енді. Сөйтіп Раука да енді төсекте болмаған жігіт қой енді. Сөйтіп төсекте бір рахаттанып қалады енді. Солайша енді Раука мен Самал, яғни 19 жасар Раука мен 35 жастағы Самал, солайша бір 2-3 айдай сөйтіп перісіп жүреді енді, рахаттанып перісіп кәдімгідей өздерінің қалаған жасап жүреді енді. Сөйтіп Самал айтады, Раука, бұл жүргеніміз болмас, оданша екеуміз үйленіп кәдімгідей заң түрде отбасылы болайық дейді енді. Раука болса менің әке-шешем қарсы болар, мен әке-шешеммен сөйлесіп көрейін деп Раука солай айтады енді. Сөйтіп Раука отбасынан рұқсат сұрап 35 жастағы Самалмен бірге үйленеді енді. Үйленіп, содан кейін екеуі қалағанынша рахаттанып періседі енді. Қалаған жасап екеуі. Сөйтіп арада бір жылдай өтіп, Раука мен Самалдың баласы дүниеге келіп, ары қарай 35 жастағы Самал мен 19 жасар Раука бақытты отбасын құрып, ары қарай бақытты ғұмыр кешеді. Видеоны арнаға жазылып, лайк басып қолдап отырыңыздар, қош сау болыңыздар.